Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы иррационал теңдеулер. Яғни бүгінгі сабағымда осы тақырыпқа есептер шығарып көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Онда 6-шы есеп. Онда 6-шы есепте айнымалының қандай мәндерінде өрнектің мағынасы болады? Олай болса қараңдар, онда 6-шы есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Бізде біріншісінде мына түрде өрнек берілген. Осы өрнекте бізге айтады, айнымалының қандай мәндерінде осы өрнектің мағынасы болады дейді. Өткен сабағымда айтқан, мен квадрат түбір берілсе, квадрат түбір, яғни жұп дәрежелі түбір берілетін болса, бізде жұп дәрежелі түбірдің таңбасының астынан бізде нөлден кіші сандар шықпайды. Сол үшін түбірдің астындағы санды өрнекті аламыз да, біз нөлден үлкен немесе тең деп аламыз. Бізде екі түбір берілген, әрқайсысын жеке жазып аламыз. Міне бізде осы теңсіздіктің шешімінде, яғни мына өрнектің мағынасы болады. Ол үшін біз бірінші мына теңсіздік шығарып аламыз. Бұдан x үлкен немесе тең минус 4 болады. Мынада есе 5 өзі осы жақта қалады, үлкен немесе тең x болады. Яғни бұны былай жазып аламыз, x үлкен немесе тең минус 4 тұра береді. X-ымыз бізде 5-тен кіші ғой, x кіші немесе тең 5 деп жазып аламыз. Енді осыны сан өсіне сызамыз да, сан өсіне саламыз. Осы аралықты сан өсіне салайық. Минус 4-ті бояйды екенбіз, себебі теңі бар, я. Минус 4-тен x-ымыз қандай болып тұр? Үлкен болып тұр. Үлкен болса бізде плюс шексізге қарап кетеді. Ал енді 5, я, 5 нүктесі. 5 нүктесінде де теңі бар, боялады. 5 нүктесінен x-ымыз қандай болып тұр? Кіші болып тұр. Кіші болса ол минус шексізге қарап кетеді. Қараңдар, екеуіне де тиісті жер, яғни бізде екеуінің қиылысуын аламыз. Қиылысуы бізде неде басталып жатыр? Минус 4-те басталып жатыр, 5-те аяқталып жатыр. Оны жақшамен жазатын болсақ, минус 4-тен 5-ке дейінгі кесінді шығар. Яғни минус 4 пен 5-ті қосалғанда, минус 4-тен 5-ке дейінгі сан аралық болады. Осы аралықта бізде мына өрнектің мағынасы болады. Одан мына жағында, мысалы, мына жерде 6 деген санды қоятын болсақ, мына өрнектің мағынасы болмай қалады. Мысалы, мына жерде минус 3 деген санды қойсақ, минус 2, 0, 0 деп болған, 0 мына жерде ғой. Минус 3 деп болған, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8 деген сандар бар. Минус 4-тің сол жағында. Ал минус 3 деген оң жағында тұр, ол мына аралықтағы кез келген санды қоятын болсақ, бізде өрнектің мағынасы болады деген сөз. Енді қараңдар, дәл осы сияқты мен үшіншісін шығарып көрсетейін. Үшіншісінде бізде x квадрат минус 9 түбір астында қосылған x минус 2 деген өрнек берілген. Осы өрнектің айтады айнымалының қандай мәндерінде мағынасы болады дейді. Ол үшін жаңа айттым, мен түбір таңбасының астындағы өрнекті нөлден үлкен немесе тең деп аламыз. Екінші түбірдің астындағында дәл солай жазып аламыз. Міне бізде осы теңсіздіктің шешімінде бізде мына өрнектің мағынасы болады деген сөз. Енді қараңдар, мына теңдеуде мен теңсіздікте бұны біз не деп аламыз? X квадрат минус 9-ды тең 0-ге деп аламыз. Бұл теңсіздік шығару үшін бұдан x квадрат өз бір жақта қалады, сан екінші жаққа өтеді. Енді қараңдар, квадраттан құтылу үшін теңді түбірге аламыз. Теңдіктің бір жағын сол жағын түбірге алдық па, оң жағында түбірге аламыз. Квадрат пен түбір қысқарады, x шығады, мынадан 9-дан плюс минус 3 шығады. Енді осыны сан өсіне саламыз. Плюс 3 пен минус 3. Бояймыз, себебі теңі бар, я, теңсіздіктің. Минус 3, плюс 3-мін. Аралыққа бөлеміз. Ортада 0 деген сан бар. 0-ді қоятын болсақ, мына теңсіздігімізге қара, 0-дің 2 дәрежесі 0 болады, минус 9-ның өзі қалады. 9-ның таңбасы минус па, сонда ортада минус, онда 2 шет плюс болады. Бізде 0-ден үлкен немесе тең болғаннан кейін біз мына плюс шыққан аралықты шешім қылып аламыз. Енді қараңдар, екінші теңсіздігім шығарамыз. Екінші теңсіздік x минус 2 үлкен немесе тең 0-ден. Бұдан x үлкен немесе тең 2-ден болады. Осыны да сан өсіне салайық. 2, мысалы, мына жерде 0 болса, мына жерде 1, мына жерде 2, я, міне. 2-ден қандай болып тұр? X-ымыз үлкен немесе тең болып тұр. Сол үшін естейміз 2-ден плюс шексізге қарап қоямыз. Қараңдар, екеуіне де тиісті жер, яғни екеуінің қиылысуы, осы аралықтардың қиылысуы бізде 3-те басталып жатыр, плюс шексіздікте аяқталып жатыр. Оны біз жақшамен жазатын болсақ, міне 3-тен басталады, плюс шексізге аяқталады. Осы аралықта берілген өрнектің мағынасы болады екен. Қалған екеуі де осыған ұқсайды. Өздерің соған қарап шығарып, жауабын комментарийға жазып кетсеңдер болады. Онда 7-ші есеп. Айнымалының мүмкін болатын мәндер жиынын табыңдар.
Ал енді қараңдар, онда 7-ші есепте бізге айтып жатыр, иә, айнымалының мүмкін болатын мәндер жиынын табыңдар дейді. Бұда да жаңағыдай бізде иррационал функция берілген, сосын сызықтық функция берілген. Сызықтық функцияның бізде кез келген сан оның мағынасы бола береді. X тиісті r, яғни бұл жерде X кез келген мәнді қабылдайды деген сөз бұл. Мынаны ғана аламыз. Бұл түбірдің таңбасының астында болғаннан кейін біз түбірдің астында тұрған өрнек бізде әрқашан қандай болу керек? Нөлден үлкен немесе нөлге тең болу керек. Міне біз осы теңсіздіктің шешімінде мына өрнектің мағынасы болады, яғни мәндер жиынын табуға болады. Енді қараңдар, бұл жерде біз не істейміз? Бұндай рационал теңсіздікте біз алымын тең нөлге деп қарастырамыз да, бұдан x тең -1 болады. Ал бөліміндегі біз не деп аламыз? Тең емес нөлге деп аламыз. Бұдан 15 тең емес x болады да, яғни x тең емес 15 болады. Міне біз осы екі санды сан өсіне саламыз. Теңі бар, иә? Теңі бар, сол үшін -1 не істейді? Боялады. Қараңдар, бірақ бізде теңі бар болғанмен, мынау 15-ге тең емес қой, сол үшін 15-ті боямаймыз. Мынау тең болып тұрған үшін боядық. Енді аралыққа бөлеміз. Мына жерде 0 деген сан бар. 0-ді апарып қояйық, берілген. Неге 0? Мынау 1 болады алымы. 0 қойсақ 15-тен 0 алсақ 15 болады да, не керек? Бұл плюс шығады. Енді мына жердегі санды -2-ні апарып қоямын. -2-ні қойсақ -2 плюс 1 бізде -1 болады да. 15 минус 15 минус -2 бұл бізде минус пен минус плюс болады да, 17 болады. -1-ді плюс 17-ге бөлсек минус шығады. Енді мына жерден мен 16-ны қояйын. Оны алымы плюс болады. 16-ға 1-ді қосақ 17 болады. Бөлімі 15 минус 16 бізде не шығады? -1 шығады. Сонда плюсті минусқа бөлсек бізде минус шығады. Бізде теңсіздігіміз 0-ден үлкен болғаннан кейін біз плюс шыққан аралықты аламыз. Сонда бізде бұл жеріміз -1-де басталып жатыр. -1 боялған тік жақша, ал 15 боялмаған, оған біз не қоямыз? Жай жақша қоямыз. Сонда осы аралықта мына өрнектің мағынасы болады. Ал енді қараңдар, осы онда 7-ші есептің мен үшіншісін шығарып көрсетейін. Үшіншісінде бізде мына түрдегі өрнек берілген. Бізге айтады, айнымалының мүмкін болатын мәндер жиынын табыңдар деген, иә. Ол үшін біз не істейміз? Бұл жерден жаңағыда айттым, бізде жұп дәрежелі түбір болатын болса, түбір таңбасынан бізде тек оң сандар шығады, сосын 0-ге тең сан шығады. Сол үшін мына түбірдің астында тұрғанды біз не деп аламыз? 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз. Ал мынау қараңдар, бізде тақ дәрежелі түбір болғаннан кейін, бізде түбір таңбасының астынан оң санда, теріс санда шыға береді. Бірақ бізде мынау қараңдар, 1 бөлінген x, бізде x бөлшектің бөлімде тұр. Сол үшін біз не деп аламыз? X-ті тең емес 0-ге деп аламыз. Себебі бізде санды 0-ге бөлуге болмайды. Енді қараңдар, мына теңсіздікті шығарып алайық. Бұдан біз бұндай теңсіз шығарған кезде алымын тең 0-ге деп аламыз да, бөлімін тең емес 0-ге деп аламыз. Бұл рационал теңсіздікте. Бұдан x квадрат тең емес 36 болады да, не керек? X тең емес плюс минус 6 шығады. Енді осыны біз сан өсіне саламыз. Қараңдар, бізде тең болғаннан кейін 0 тең 0 боялады. Бізде -6 боялмайды, себебі тең жоқ, тең емес деп тұр. Мына жерде қатаң емес теңсіздік болғанмен, мына жерде тең емес деп қарастырылған үшін бізде -6 боялмайды. Плюс 6-ны да боямайды, шеңбер қыламыз. Ал 0-ді дөңгелек қыламыз. Енді қараңдар, мына жерде 1 деген сан бар. 1-ді қоятын болсақ, мынау алымы плюс болады, бөлімі минус болып кетеді. 1-дің квадраты 1 болады, 1 минус 36 бізде минус шығады. Енді мына жерде -1 бар. -1-дің де 2 дәрежесі бізде не болады? Плюс 1 шығады, мына минус 36. Алымына -1 қоямыз. Сонда қараңдар, мына минус 35, мына минус 1, минусты минусқа бөлсек бізде плюс шығады. Мына жерде мен 7-ні қояйын. 7-ні қойсақ, мынау плюс. Мынау да 7 49, 49 минус 36 бізде плюс сан, плюсті плюсқа бөлсек, не керек? Плюс шығады. Минус 7-ні қоятын болсақ, не керек? Мынау бөлімі бізде плюс болады, алымы минус болады. Енді қараңдар, бізде осы жерде не болып тұр? Бізде 0-ден үлкен болған кейін мына аралық шешім болады, сосын мына аралық шешім болады. Енді қараңдар, мына жерде бізде 0-ге тең емес деп тұр. Сол үшін біз не істейміз? 0-ді де тік жақша қоймаймыз, қойылған деп, жай жақша қоямыз. Енді бұның жауабын жазған кезде міне -6-дан басталып жатыр, 0-ден аяқталып жатыр. Мынаған тиісті болғанмен, мынаған тиісті емес 0. Сол үшін боямаймыз. Бізде екеуіне де тиісті аралықты алуымыз керек. Ал енді 6-дан басталып жатыр, плюс шексіздікте не істеп жатыр? Аяқталып жатыр. Міне осы аралықта берілген өрнектің мағынасы болады.
Онда 8-ші есеп. Берілген сандар иррационал теңдеудің түбірлері бола ма деп сұрап жатыр. Ал енді қараңдар, онда 8-ші есепті шығарып көрсетейік. Осы есепте бізге берілген сандар, яғни мына сандар берілген теңдеудің түбірі бола ма деп сұрап жатыр. Ол үшін біз не істейміз? Мына берілген теңдеудің бірінші қабылдайтын мәндер аралығын тауып аламыз. 6х минус х квадрат қандай болу керек? Бізде нөлден үлкен немесе тең болу керек. Сосын бізде түбірі ешқашан нөлден кіші санға тең болмайды. Сол үшін х-ты да нөлден үлкен немесе тең деп аламыз. Осы теңсіздіктер жүйесін шығарып аламыз. Бірінші мына теңсіздікті шығарайық. 6х минус х квадрат үлкен немесе тең 0 болатын болса, бұдан х жақшаның сыртына шығады, 6 минус х үлкен немесе тең 0 болады. Осындай теңсіздік бар, біз жеке-жеке нөлге теңестіріп аламыз да, сан өзіне сала саламыз. Сонда х тең 6 деген сөз. Енді қараңдар, біз осыны сан өзіне саламыз енді. Осы нүктелерді, осы аралық 0-ді бояймыз, себебі қатаң емес теңсіздік, Сосын 6-ны да бояймыз, себебі ол жерде қатаң емес теңсіздік теңі бар. 1-ді қоямыз, 1-ді қойсақ, қараңдар, 6-ны 1-ге көбейтсек 6, 1-дің 2 дәрежесі 1 болады, 6-дан 1 дасақ, бізде 5, 5-дің таңбасы плюс. Квадрат теңсіздік, сол үшін орта плюс па 2 шетіне болады, минус шығады. Қойып көрсек те болады, 7-ні қойсақ міне, 6-ны 7-ге көбейтсек 42, 7-ның 2 дәрежесі 49. 42 минус 49 минус 7 шығады міне. Минус шығады. Мына аралықта да минус болады. Бізде нөлден үлкен немесе тең болғаннан кейін біз мына плюс шыққан аралығын не істейміз? Аламыз. Енді қараңдар, екінші теңсіздікті де сан өзіне салайық. Бұл не болып тұр? Нөлден үлкен немесе тең болып тұр. Нөлден басталып жатыр, плюс шексіздікке қарай кетіп жатыр деген сөз. Қараңдар, екеуіне де тиісті жер бізде нештен басталып жатыр міне? Нөлден басталып жатыр, 6-да аяқталып жатыр. Сонда бұның шешімі 0 мен 6 аралығында жатады екен. Бірақ қараңдар, осы аралыққа бізде минус 3, бізде мына аралыққа тиісті емес. Сол үшін бұны алмаймыз шешім. 0 тиісті, 0 шешім болуы мүмкін. Енді қараңдар, енді мен мына теңсіздікті шығарып алайын. Теңдеуді шығарайын. Бізде теңдеуде 6х минус х квадрат түбір астында тең х деген теңдеу берілген, Біз бұндай теңдеуді шешкен кезде түбірден құтылуымыз керек. Алдымен түбірден құтылу үшін бізде квадрат түбір берді ма? Квадраттаймыз. Теңдіктің бір жағын квадраттадық па, екінші жағын да квадраттаймыз. Сонда мына жерде квадрат пен түбір қысқарады да, 6х минус х квадрат қалады. Мынау х квадрат болып өзі тұрады. Енді бір жаққа өткіземіз. 6х минус, мынау есе не болады? х квадрат минус х квадрат болып өтеді да, тең 0 болады. Содан 6х минус 2х квадрат болады да, тең 0 деп аламыз. Екеуінен 2х-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, мынада 3 қалады, мына минус, мынада х қалады, тең 0. Бұдан 2х тең 0 болады да, х тең 0 деп аламыз. 3 минус х-ті тең 0 дейміз да, бұдан х тең 3 шығады, не керек? Қараңдар, осы сонда бізде 0 шешім болып тұр, міне көрдіңдер ма? Ал 3 шешім болып тұр. Бізде 3 деген шешім жоқ еді, минус 3 еді. Минус 3 шешім болмайды екен. 3-ті қойып көрейікші, 3-дің 6-ны 3-ге көбейтсек бізде не болады? 18 болады. Минус 3-дің 2 дәрежесі 9 болады түбір астынан. Тең 3-ті қоямыз 3. 18-ден 9 алынса 9 қалады. Тең 3, не керек? 9-дан 3 шығады. 3 тең 3 міне. Бізде 3 шешім болады екен. 3 пен 0 шешім болып тұр. Сонда мына сандардың ішінде бізде минус 3 шешім болмайды. Тек 0 ғана шешім болады деген сөз. Екіншісін өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, қолдап кетуді ұмытпаңдар.